Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен үй жағдайында қалай эрозияны небәрі 5 күнде емдеуді көрсететін боламын. Мен бұл әдісті өзім қолданып көріп, сынаудан өткеннен кейін ғана сіздерге ұсынып отырмын. Ешқандай да күйдірудің, немесе аптекадан қымбат свечаларды алудың, дәрілерді алудың қажеті жоқ. Тек осы бір ғана аптеканың арзан майымен емделе аламыз. Ол үшін бізге осындай шырғанақ майы қажет болады. Немесе облепиховое масло деп айтамыз. Бинт қажет болады. Жіп менде арнайы осы тампон жасауға тазадан алынған жіп және мақта керек болады. Бинт пен мақта менде стерилді. Және де осы бинтті кесу үшін қайшы қажет. Шамамен 12 сантиметрдей болатын бинтті 2 қабаттап аламыз. Яғни 24 сантиметрдей болады шамасы. Егер сіздерге жіңішке емес жуандау тампон ұнаса, дәл осыны 4 қабаттасаңыздар да болады. Бірақ мен жіңішке ұнатқандықтан осындай 2 қабаттап алдым. Арасына алған мақтамызды жайғастырамыз. Және де осыдан енді тампон жасаймыз. Тампонды жасаған кезде біздің бинтіміздің жіптері шығып тұрмайтындай етіп, барынша ішке кіргізіп жасауға тырысамыз. Қысыңқырап ораймыз. Және де осы тампонымызды алып, енді жіппен асты жағын байлап қоятын боламыз. Жібімізден 2 қабаттап ұзындау қып кесіп алсаңыз болады. Бір-екі рет байлаймыз. Сосын қалған жіптің ұзын бөлігін мен өзім айналдырып шығамын. Себебі бинттің жанындағы шашақтары тағы да шығып тұрмас үшін. Негізі бұл жолы кішкене жібімді қысқарақ қылып алып қойған екем. Негізі мен қалған уақыттарда жібімді ұзын қылып алып, екеуін айналдырып, жоғарысынан төмен қарап айналдырып, соңында байлап қоятынмын жіптің 2 ұшын. Енді осы тампонымызға аламыз да облепиховое масломызды тамызамыз. Жақсылап тамызу керек. Біздің маткамызға кірген кезде сол шейканың аузының барлығына тиіп тұратындай етіп, жақсылап тамызып шығыңыздар. Мінекей, осылай етіп тамызып аламыз. Бұл бізде түні бойы қоясыздар. Дәл осы тампонды қолданып жүрген кезде бізде жыныстық қатынасқа рұқсат етілмейді. Әсері жақсы болу үшін 1 аптадай шамасында жасасаңыз болады. Менікі эрозиям кішкентай деп айтқан гинекологтар, сондықтан да мен 5 күн жасағанның өзінде менде өте керемет нәтижелер болды. Менде түбімен осы эрозиямен жай ғана осы облепиховое маслоның көмегімен жазылып кеттім. Немесе осы тампонды қолыңыздан жасамаймын десеңіздер, арнайы магазиндегі тампондарды сатып алып жасасаңыздар да болады. Күлеңкісін шешіп, тиісінше жоғарғы жағына дәл осы марлымен жасалған тампондағы сияқты жоғарғы жағына жақсылап облепиховое маслоны жағасыздар. Сосын оны тағы да түнімен қойып шығасыздар.